Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен сирақ бұлшықеттері мускулус круралисті талдаймыз. Олардың алдыңғы топ бұлшықеттері, латеральды топ бұлшықеттері және артқы топ бұлшықеттері болады. Алдыңғы топ бұлшықеттеріне мускулус тибиалис anterior, асықты жіліктің алдыңғы бұлшықеті жатады. Өз бастауын бізде асықты жіліктің латеральды айдаршығының алдыңғы бетінен басталып, төмен бағытта бағытталады және асықты жіліктің төменгі 3/1 бөлігіне келген кезде өзінің ұзынша келген сіңіршесіне ұласады. Ол сіңірше бізде ретинакулум мускулорум экстенсум инфериус, яғни төменгі білезікшенің астымен өтеді де бізде табан бетіне қарай бағытталады және медиалды сына тәрізді сүйекке бекиді. Сонымен қатар бас бармақтың проксимальды фалангысының негізіне барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі бізде аяқ басын жазады және медиалды қырын көтеруге қатысатын бұлшықет болып табылады. Келесі бұлшықет саусақ башпайларын жазғыш ұзын бұлшықет деп атаймыз. Мускулус экстенсор дигиторум лонгус деп аталады, яғни саусақ башпайларын жазғыш ұзын бұлшықет. Бұл бұлшықет бізде бір қауырсынды бұлшықет болып табылады және өзінің бастауын бізде асықты жіліктің латеральды айдаршығымен бізде асықты жілік шыбығының алдыңғы бетінен және сүйек аралық жарғақтан басталады да төмен қарай бет алады. Және де төменде бізде төменгі білезікшенің астымен өтеді, ретинакулум мускулорум экстенсус инфериустан өтеді астымен және де 4 сіңіршеге бөлінеді. Олар бізде 2 және 5 башпайлардың проксимальды бақайшықтарының негізіне барып бекитін болады. Бұл бұлшықеттің қызметі 2, 3, 4 және 5 башпайлардың дистальды бақайшықтарын жазады, жазу қызметін атқарады. Келесі бұлшықет мускулус экстенсор халуцус лонгус деп аталады, яғни бас бармақ башпайын жазатын ұзын бұлшықет. Бұл бұлшықет мына тұрған 2 бұлшықеттің ортасында орналасқан және өзінің бастауын бізде асықты жілік шыбығының ортаңғы бөлігінің алдыңғы бетіне алады және сирақтың сүйек аралық жарғағы бар, сол жерден басталып төмен қарай бағытталады. Сіңірмен ретинакулум мускулорум экстенсорум инфериустан өтеді, яғни төменгі білезікшенің астымен өтіп бізде бас бармақтың дистальды башпайының негізіне барып бекиді және жанама сіңірлері проксимальды башпайдың бүйір қапталдарына барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі аяқ басын иеді және бас бармақты жазу қызметін атқарады. Яғни бұл 3 бұлшықетте бізде жазу қызметін атқарады негізінен. Келесі бізде латеральды топ бұлшықеттері. Оған асықты жілік шыбығының ұзын бұлшықеті жатады. Мускулус фибулярис лонгус немесе мускулус перонеус лонгус деп атаймыз. Бұлшықет талшықтары асықты жілік шыбығының басынан басталады және сүйектің 3/2 бөлігінің артқы бетінен, сонымен қатар бұлшықет аралық табақша мен сирақтың фасциялық қабықшасынан басталып төмен қарай бағытталады да өзінің сіңіршесіне ұласады. Бұл сіңіршесі асықты жілік шыбығының латеральды қайықшасы тұр мынау, малеолярис латералис, соны орап өтеді артынан және бізде ретинакулум мускулярум фибулум супериус, яғни бұлшықеттің жоғарғы және төменгі білезікшесін астынан өтеді. Астынан өткеннен кейін бізде табандық бетке қарай жүреді. Табандық бетке қарай жүргеннен кейін бұл бұлшықеттің сіңірі бізде барып 1 және 2 табан сүйегінің негізіне және медиалды сына тәрізді сүйекке ішкі жақта барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі аяқ басын бүгеді және пропанациялауға қатысады. Келесі бұлшықет асықты жілік шыбығының қысқа бұлшықеті мускулус фибулярис бревис деп аталады. Бұл бұлшықет бізде асықты жілік шыбығының сыртқы бетінде орналасады және басталатын жері асықты жіліктің төменгі бөлігінің сыртқы бетінен және сүйек аралық жарғақтың алдыңғы бетінен басталады да төмен қарай бағытталады. Бізде мына жерде орналасқан білезікшенің астынан өтеді және
астынан өткеннен кейін табандық бетке қарай бет алып, сіңірі латеральды бағытта өтеді де 5-ші табан сүйегінің негізіне барып бекитін болады. Бұл бұлшықеттің қызметі аяқ басын иеді және латеральды қырын көтеруге қатысатын бұлшықет болып табылады. Келесі бұлшықет ол бізде асықты жілік шыбығының 3-ші бұлшықеті мускулус фибулярис тертиус деп аталады. Бұл бұлшықет талшықтары бізде асықты жілік шыбығының төменгі бөлігінің латеральды бетінен басталады және төмен қарай бағытталып, бізде 5-ші табан сүйегінің негізіне барып бекитін болады және бұл бұлшықеттің қызметі аяқ басының латеральды қырын көтеруге көмектеседі.